тамаша. Өзінде біліп шыққан кезде ешкім шапалы қырмайды деген дәл айтқан келді. Bir жақсарды болсақ қойып, қаршылықты болсын қадірлі ағайын. Бабамның аманатына қалаған ассалаумағалейкум дарқандалам. Қазақпыз ғой қашаннан думан тойы, ғасырдан ғасыр бойы тарқамаған, алталаш келді бүгін аптерлетіп, дүбірлі думан іздеп ынталанған, бармысың Құдай жекжат ағайын жұрт, армысың туған елім мәртанадан. Есен біздің құрбылас аға жеңге қауыштырды біздерді орта қалан, баталы қарт бармысың жаулықтана, ой көріскені осынау тойханадан. Алашым төрт көз түгел болсын, Алланың ағаспан қалғалаған. Баршаларыңызға иіліп сәлем бердім, бүгінгі той болсын, ел қалаған деп тағы да бір жақсылап бір алаңға қойыңыздар қадірлі ағайындар. Қазақта әдемі сөз бар, киіз қайдан шығады қой болмаса, ағайын туыс құда жекжат, арасы алшақ, қашап басы қосылады осындайда той болмасы дейді. Бүгін міне басымыз қосылып, Айсұлтандай ұлымыздың 5 тойына қош келдіңіздер дейміз. Және де елмен ел қосылып, егіз болып, көлмен көл қосылып, теңіз болып, екенің ортасында мызғымас алтын көмір жалғанып жатыр десем, мені де артық айтпаған болармын. Төп тамыры тереңге жайылған, өсіп өнген, Оразкелді елдің төріне шығып отқан Божбан ұрпақтарына, яғни жаңадаларға төрге шыққандарымыз құтты болсын деп, жаңадаларға бір жақсылатып қалсақ қойып қадірлі ағайындар. Ал құрметті құдалар, төрге шыққандарымыз құтты болсын. Қазақта жалпы әдемі сөз бар, бір көрген біліс, екі көрген таныс, үшінші көргенде мына кісі менің құдам ғой, құдағиым ғой деп құшақтай кетті жарыс деген. Біз енді осы қуаныштың бастауын алдымен тасу рәсімін бастағанды жөн санап отырмыз. Мен осында төрге шығып отырмын құрметті. Мінекей әулетімен қазылы қариялары дастарханды ашықтап жариялады. Қазақта үлкен келсе асқа, кіші келсе іске деген. Мінекей алдарыңыздағы 90 түрлі тағамнан алып отырыңыздар, қуаттанып, шуақтанып отырыңыздар. Олай болса, майлығы перзент қазақ қанжығасын, жаратқан шағымызды талдырмасын, даналықты даналық көре қалса, не керек ақыл айтып алжығасын. Кешегі Біржан Сара Жұмеппеді әрдайым әнмен бастап, тойдың басын жатсақ, олап айтамыз айтып өткендей, ән көңілдің ажар дейтін болсақ, қашанда өмірлеріңіз ажарлы базамыз етпенесіздер құрметтеріңізге әлімізді тартып өтейік, шашып өтейік, екі жасы құрметінде бүгінгі қуаныштарыңыз, тойларыңыз құтты болсын деп, ақ тілегімізді қабыл алыңыздар мақұбат. Шапала құрған адамдардың астарында бір-бір жиіп болсын деп қойын шығанығы. Шапала құрмағандар сол жиіп көздерінде күйіп болсын деп қойын қадірлі ағайын. Рахмет, мінеге әнімізді тартып өттік, шашып өттік, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын қадірлі ағайын. Әрбір ағайынның үйінде осындай той шығысты, жағымды болсын дейміз. Енді мына валистің көрелі шәмшағымыз айтып өткендей, шәуілдір менің отаным, отырда өскен ботамын, осындай керемет той жиынында ішіп жемеген адамнан қорқамын деп жылап өткен екен. Менің айтпағым, мінеге алдарыңыздағы 90 түрлі тағамнан алып отырыңыздар, қуаттанып, шуақтанып отырыңыздар. Бүгін той болған соң, бүгін қуаныш болған соң, бір жағадан бас шығарып, бір шегінен қол шығарып, сіз болып, біз болып, бір үйдің баласындай, бір бақшаның ағашындай болып, қан халқымен деп, осы қуанышқа баршамыз атсалсайық қадірлі ағайын. Жалпы оттың жаны отынға байланысты дейді. Бүгінгі қуаныштың қызжануы, ол әрине тікелей сіздерге де байланысты деген келіп отыр. Баяғыда мен сияқтамада бола, осындай тойда сөйлеп жатса, оу ағайын, осы тойда мен көп сөйлеп жоқпын ба десе, төрлеткен бір апам айтады дейді. Ай тамада бола, сөйлей бер, бәріп сені ешкім тыңдап отқан жоқ деп. Сондықтан тыңдайтын құлақ болса, осы қуанышқа біраз нәрсе айтсақ badап келіп отырмыз қадірлі ағайындар. Әр нәрсе өз уақытымен кішкене сабыр сақтап, жайғасып, жайланып отырсаңыздар, біз әдемі қуанышымызды, тойымызды жалғасақ па деп отырмыз. Баяғыда мен сияқты жас бала ұлы отан соғысының ардагері болып сұрап отқан көрінеді. Ата осы шыныңызды айтыңызшы, мына ел үшін, жер үшін соғыстыңыз, әлбетте ұлы отан соғысының ардагері атандыңыз. Сіз сияқты ұлы отан соғысының ардагері болу үшін, жалпы біз сияқты жастарға не істеу керек деп айтады дейді. Сонда атам басын қастырып, ей шырағым, мен сияқты ұлы отан соғысының ардагері болу үшін, главный шошаңдамай, тыныш қана окопта жатсаң болды деп айтады дейді. Енді мен сахна төріне шығып, әдептен озбай, уақыт созбай, тереңнен қозғай отырып, әлбетте қазақта әдемі сөз бар, сабақ ине сәтімен десе, біз енді сәтінген кезде тілегімізді етімізді әрі қарап жалған жөн санап отырмыз.